Сәлем қыздар, піскен сиыр етінен өте дәмді столдың көркін ашатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін піскен етімізді соломка ретінде турап аламыз, және де қиярды да дәл солай турайтын боламыз. Мен бұл жерде үлкен 2 тарелкаға жетерліктей салат жасап жатырмын. Егер де сізге одан да көп керек болса, ішіндегі құрамдарын көбейтіп жасайсыздар. Және де помидорымызды осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алатын боламыз. Кейін шөбін жуып тазалап, оны да турап аламыз. Аса қатты кішірейтіп турамаймыз. Және де енді соусын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 4-5 штук чеснок қажет болады. Чесногымызды осылай турап аламыз, және оған керекті специяларымызды қосамыз. Специялардың грамдары мен аттарын астына жазып қалдыратын боламын. Және де барлығын салып біткеннен кейін қатты қызып тұрған ыстық майымызды құйып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Кейін осы соусымызды салатымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Бізде піскен сиыр етіне соусымыз сіңгеннен кейін өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер. Ұялмай қонаққа да ұсына беруге болатын салаттың бір түрі. Жасап бізбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер.